Карантинге қарамастан Жаңаөзенде той дастарханы жиылмай тұр. Демалыс күндері арнайы рейд ұйымдастырған мониторингтік топ бірнеше думанды кештің үстінен түсті. Той дереу тоқтатылды, қонақтар да үйлеріне қайтуға мәжбүр болды. Мейрамхана иелеріне әкімшілік хаттама толтырылды. Толығырақ келесі бейне көрсетілімде. Жаңаөзендіктерге дүбірлі той өткізу үшін карантин кедергі емес сыңайлы. Арнайы топ тойханаларды тексеру кезінде қаладағы мейрамханалардың бірінде үйлену рәсімін тоқтатты. Онда 70-тен астам адам жиналған. Рейд барысында тағы бір тойхананың иесі есігін тарс жауып алып думандатқан. Арнайы топ мейрамханаға кіре алмады. Ал енді бірі тексеру тобын көріп, қонақтарын тым-тырақай жан-жаққа қашырды. Мейрамхана иелеріне әкімшілік хаттама толтырылып, іс сотқа жолданды. Тәртіп сақшысының айтуынша, бас дәрігердің қаулысын бұзғандарға 500 мың теңгеден астам айыппұл салынуы мүмкін. Карантиндік режимді бұзғаны жөнінде толық құжат жинақтап, ол әрі қарай ол құжаттарды толық тексеріп болғаннан кейін жауапкершілігіне Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 425 бабында көзделген жауапкершілігін сол сіз қарайды. Осылайша карантин кезінде той жасап, заңды белшесінен басқан 3 оқиға анықталды. Айта кетейік, мониторингтік топ рейдтік шараларды алдағы уақытта да жалғастырмақ. Жансай Оразбай, Райымгүл Махамбетова, Баққали Зиядинов, жаңалықтар.